Егер кімде-кім анау сүлімдіктен тиын жинайтын болса, не қасына келіп сөйлессе, дәл сол сүлімдіктей боласыңдар. Ертең айтпады демеңдер. Қолды алыспаңдар. Көріңдер ана суды ішкен. Түсінікті ме бәріңе? Иә. Онда боссыңдар. Сен мен бар істейсің ма? Ақылың бар ғой өзің дұрыс па? Бағынбайсыңдар ма? Бағынбаймыз деп айтыңдар. Әде саған дұрысын берген. Кешірім сұрайтын қызық соттың ма? Кете ма? Доня, алып кетші. Сен дейші? Болмайды. Нормально проблема сөйлегім келе ма? Онда түсіншілікпен қарау керек. Уақытысында әкелу керек. Мен кезінде үлкен қоңырауда братандарға 1000 емес, 4000 туаттым. Сендер өйде буфетте жүруші едіңдер. Білеміз. Түсінеміз. Ертең бұл қайталана ма? Жоқ, қайталанбайды. Ертең бұл қайталанса, мұнда атмосфера вообще басқаша болады. Бар кетіңдер. Ой, Шек, сен қашан тапсырасың? Өткен апталардың ақшасы қайда? Менде жоқ, қайдан табамын? Ту, жизнягасы, шиголдарың қыз. Бас аяғың бар, тілің жоқ па не? Олар кішкентай ғой, әке-шешесіне жеткізеді. Мәди, бұл сенің проблема. Міне жігіттер уақытында әкеліп жатыр. Ешқандай проблема. Осы сен неге проблемаң көп? Менде жоқ, мамамнан сұраймын, ұлыққа бағалмаймын. Мал, шиголдарың қыз. Шиголдар бар сенде ол үшін. Болат аяғыма ұра бермеші. Ауырады ма? Онда әкем. Екпепті қойшы, Болат брат, ауырады. Өт, не шыдайсың, не тиын әкелесің. Біздің арамызда ол жерден сақтанған ешкім жоқ. Бүгін мен, ертең сен. Ол жердегі бауырларға көмек беру мейірімділікке жатады. Сондықтан жігіттер мейірімді болуымыз керек. Жинайсыңдар ма, жинамайсыңдар ма, өз жүректеріңіз. Қинау жоқ. Мынау сияқты жылаңыз құлағанша ауыл көрістеу. Сотканы әдемі қыздардан істепсің ғой? Бола. Қалай жағдай? Әңгіме жоқ, от души. Жоған, балалар сомнение ұстап жатыр. Ақша қайда кетіп жатыр деп. Сенде де сомнение бар ма? Жоқ. Балалар шақырып жатыр. Ерсайын. Болат, қаяқтан келдің? Қол жібер. Қаладан келдің бе? Қол жібер дедім ғой. Біздің бағат қабірсін дейді. Кімді? Қақты. Бар
Красавчик. Бәрі жақсы ма? Школа жылап қанышты. Тақа, күйеулер шоққа бөлек жинап жүр. Ол неменеге жинап жүр? Сол баяғы Греф. Біз оған айттық қой біздің мектептен жинамасын деп. Біздің старшактардың ешқайсысы отырып жатқан жоқ. Бәрі ойлады. Есіне түсір, біз саған талай рет айтқанбыз. Кімге жинасаң, ертең сол адам сияқты боласың. Әлде отырғың кеп тұр ма не? Жоқ, егер ол жаққа түссеңші, поддержка керек емес пе? Біз онда бармаймыз. Пландарымыз басқа. Выпускнойымызға таяп қалдық. Содан кейін бұл мектептен кетеміз. Анда-санда үлкендеріміз сияқты келіп тұрамыз. Оқуға түсеміз. Бізден кейін бұл мектепке біреу қарау керек қой. Старшактар достойный жігіт болсын деп жатыр. Сені қойсақ па деген ойымыз бар. Смотрящийге ме? Бүкіл мектеп? Сен өз сменаң жақсылап келе жатсың. Кейде бізден де артық жинайды. Келесі жылдан кейін мектеп сенікі. Жатқанды ұруға болады. Қан, мән, бәрібір. Жеңілдім демейінше төбелес жалғаса береді. Түсіндіңдер ма? Бастадық. Була, давай, жұртсың. Жағын айналдыр. Жырт, Була. Судорога ұстап қалды. Құлап қалды. Макс, көрексен, Макс, бізге, Макс. Макс, көрексен, Арсен. Шоқан! Сука. Греф синама дедік қой саған. Тақа, брат, мен оған жинап жүрген жоқ. Алдама. Оны айтуынша сен өзіне апар жүрсің ғой оған ақшаны. Ей, біз сен не үшін қойдық? Басқаларға жинау үшін ба? Онда барып басқа мектептерге жинасайшы. Шоқан біздің мектеп бітірді ғой. Не? Ей, тыңда мен. Шоқан ақшаны біздің общакқа лақтырмайды. Бір қайдағы бір зонаға. Сөйлейсей? Ойындайын, брат, кінәлім. Екінші ол қайталанбайды. Шоқанды тағы бір рет біздің мектептен көрсек, сенің басың шат, түсіндің ба? Біз осы мектепте болғанша ешқандай Греф болмайды. Естіп тұрсың ба? Старшактарға бұл әңгімені айтпаймыз. Кеше сен жайлы әңгіме қылдық. Олар қарсы емес. Бірақ сен әдемілеп тұрып жинап беру керексің дейді.
Қанша жинау керек? Максимально. Түсініп тұрсың ғой? Иә. Осы мектептегі болашағың шешіледі болға. Түсіндің ба? Иә. Болды онда, боссың. Давай. Буа, брат, 10 класстағы Сәкенді білесің ғой? Иә. Сол менің әпкеме тиісіп, бүкіл класстың алдында позорын шашты. Жай ғана сабақтан қашып кетті деп айтқан үшін, сен ойсаң қызсың деп дәптерлерін мусоркаға тастаған. Брат, онымен сөйлеш, енді әпкеме тиіспесін. Сәкен бүгін жиналысқа келді ме? Иә, келді. Жарайды, сөйлесем. Бірақ сен де әпкешкеңе айтып қой. Басқа балаларды шаруасы болмасын. Иә. Брат, 9 класстағы Әсет бар емес пе? Иә. Сол менен қыста бір перчатка алған. Жігітше қайтарам деген. Әлі қайтарған жоқ. Қазір қандай мезгіл екенін білесің бе? Көктем. Не істейсің ол перчатканы көктемде қолың сасытып? Түсінші, брат. Бұл принцип қой. Қандай принцип? Не, бауырыңа принцип ұстайсың ба? Ол перчатканы мен алсам, маған да принцип ұстайтын шығарсың. Қазір айтсам ұрсасың. Не oldu, айта бер. Математикадан 2 алып қалдым. 90-дыққа 3 шығайын деп жатыр. Енді не істейін? Бар сабағыңды оқы. Мұғалімдермен сөйлесіп, бағаны түсіп бере алмайсың ба? Түгел. Жігіттер, тірліктерің қалай? Бүгін маңызды күн. Секір, секір. Секір, әуесі қояды. Терең демал. Ақшам баяғыдай маған, немесе Максқа тапсырасыңдар. Макс бірінші сұрақтан кейін бастап жинайды. Сұрақ жоқ па? Жоқ. Онда боссыңдар. Жақсы отыра ғой. Енді Чарльз Дарвиннің ілімін жалғастыра отырып, зертханалық. Отырыңдар. Бер қараңдар, сабақты бөлгеніме кешіріңдер. Бүгіннен бастап мына оқушы осы сыныпта оқитын болады. Бұл жігіттің үлгерімімен әзірше мақтан алмаймыз. Бірақ осы сыныпта өзгереді деп үміттенеміз. Бақытжан, сен ана Асланның қасына отыршы. Сен Ақжан деген бізде жақсы оқитын қыз бар, сол қыздың қасына отыр. Сабақтарыңызды жалғастыра беріңдер. Чарльз Дарвиннің ілімін жалғастыра отырып, қазір зертханалық жұмыс жасаймыз. Жұмыс барысында сендерге алдын ала стакан беріледі. Сол стаканға әртүрлі ортадан алынған суларды құя отырып, ол суға шымтезер қи салып, судың құрамындағы бактериялардың табиғи көбеюін микроскоп арқылы анықтаймыз. Қазір ортаға кезекші шыға ғой, мына стакандарды таратып береміз.
сілімтік не істеп жатсың? Шығып кетіп қаласың. Болады, отыр орныңа. Апай мынау құс жатыр ғой. Отыр орныңа. Апай құс жатыр ғой мынау. Шығып кет, сілімтік. Шығып класстан. Отыр дедім ғой. Апай енді құс. Ал сана не? Шығаш класстан. Сілімтік шығып деп жатыр мен саған. Сілімтік. Анау сілімтікке тұрып берем дедім ба? Айттың ғой қасына жолама. Қасына жоласа сындырам дедім ба? Айттым. Бүкіл мектеп қарсы шығарам дедім ба? Айттым. Енді өзіңнен көр. Сен де сол сілімтік боласың. Бол. Макс. Бола, шығар. Гол!